Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге өте жақсы бір ақпаратпен бөліспекшімін. Ол үшін менің егерде каналыма жазылмасаңыздар, қоңыраушаны басып жазылып қойыңыздар. Және видеоны соңына дейін қарап, ақпаратпен бөлісіп, әріптестеріңізбен, достарыңызбен бөлісулеріңізге болады. Ол үшін әрбір 90 сайын ТЖБ, БЖБ талдаймыз. Соны өзімше сіздерге бір түсіндіріп өтсем. Есептер күнделік кезеттің есептер бөліміне келіп, мына жерден БЖБ, ТЖБ талдауы дегенді басамыз. 2-90, 2023-2024 екінші 90 пәнді таңдаймыз. Мысал үшін маған қазақ тілі керек. Енді сыныбыңызды таңдайсыз. 5-ші А класы. Енді есепті құрастыру дегенді басамыз. Есепті құрастыру дегенді басамыз да, міне есепті құрастырдыңыздар. Есеп құрастырылды, экспорттауға басамыз. Экспорттауға басқан кезде сіздерде мына жерде ол загрузкида сақталып қалды. Міне загрузкида 5-ші кластың қазақ тілсіз загрузкида сақталып қалды. Енді бұл беттен шығып кетеміз. Мынаны свернуть ете тұрамыз. Енді мына жерден Word ашамыз. Мысалы, мен мына жерден өзімнің сыныбымнан сіздерге келтірейін. Мысалы, қазір мен өзімнің классымды тауып алайын, бағанағы жасаған. Міне Word'тан бет ашып аласыздар. Сізде бағанағы экспортталды. Мынаны жабамыз. Енді мына жерде сізде мысалы БЖБ 1, міне қазақ тілі, қазақ әдебиеті. Мына жерде қазақ әдебиеті, міне БЖБ, ТЖБ деп тұр. Нәтижелерін талдау, сыныбы 5А, оқушы саны толық талданып тұр. Ал сіздер осының міне мақсатын БЖБ 1, БЖБ 2, ТЖБ мақсатын сіздер енді мынаны свернуть ете тұрамыз. Свернуть ете тұрамыз да, БЖБ, ТЖБ-ны мына жақтан кәдімгі БЖБ, ТЖБ-ның тапсырмасын әкелеміз. Міне мысал үшін, 5-ші кластың БЖБ, ТЖБ-сын тапсырмасын әкелеміз. Бізге керегі сор бірінші. Міне қазақский язык немесе әдебиет. Міне мына жерден әкелеміз. Әдебиетті ашамыз. Міне әдебиетті ашамыз. Нөмір 1-ші ТЖБ-ның, міне 2-90 нөмір 1-ші ТЖБ-ны тауып аламыз. 3-ші 90-ға кетіп қалдық. Міне мысал үшін, міне жерден міне мақсатын әкелесіз. Мына жерден копировать етесіз. Копировать етесізді. Мына жерден жаңағы БЖБ-ның міне нөмір 1-ші БЖБ-ға келіп жаңағыны міне жерге қоясыз. Ол мақсатын қойдыңыз. Енді сізде мына жерде баланың қиналған жері бар ғой. Балаңыз мысалы 4 алды, балаңыз жаңағы 3 алған бала бар, ол қандай жерінде бала қиналды. Оны қайтадан жаңағы жерге барасыз. Сабағыңыздағы жаңағы ТЖБ, БЖБ-ның ТЖБ, БЖБ-ның біз әлі сорда тұрмыз. Сорда тұрмыз. Қазақский язык ашамыз. Сіз бағана алдыңыз БЖБ. Оның мақсатын сіз алып алдыңыз басындағы. Енді біздің БЖБ-ның соңында міне жоғары, орта, төмен деген
мына бағалау критерийларындағы мақсатты әкелесіз. Осы мақсатты аласыз да жаңағы жасап жатқан жұмысыңыздың мына жағына әкеп қоясыз. Міне жерін толтырасыз. Тура осылай БЖБ-ны толтырасыз, тура осылай БЖБ2, ТЖБ-ны да тура осылай етіп толтырасыз. Міне сіздің бағалау парағыңыз толды. Өзіңіздің оқушыларыңыз, міне аты бәрі жазылып тұр менің оқушыларымның. Енді мына жерге сізде ең соңында қол қою бар, иә, қол қою. Ол менде, мысалы үшін, 1-90-ның ТЖБ, БЖБ-сында талдаған жерімнен алып келем. Мысалы, менде 1-90 немесе жаңағы 2-90-ымды да аша берейін. 1-90-ымды таба алмай қалдым. Міне, ең соңғы этапы, мысалы, БЖБ1-дің мақсатын бағанағы анау дайын тұрған ТЖБ-ның мақсатын қойдыңыз. БЖБ1-дің талданбай қалған жерін бағанағы БЖБ-ның соңындағы орташа жоғары деген жерден мақсат әкеп қойдыңыз. ТЖБ-ны да тура солай жасайсыз. Оқушыларыңыздың бәрі міне талданып, бәрі дұрыс тұр. Ендігі мәселе, мына жерде, мысалы, менің аты жөнім тұр, Абдыханова Ардағалбековна. Бұл жерде менің қолым WhatsApp веб-пен түсіріп, мына қолды қойып алдық қой. Осыны енді әкелесіз де жаңағы 90-ыңызға ставить, копировать, ставить етіп, бүкіл жұмысыңызға қойып шығасыз. Міне, ал кейде біз осы қолды қоймай кетеміз, кейде. Бірақ енді осыны талап бойынша қолыңызды да қойсаңыз болады. Қолды жақындатып тұршы кішкене. Мынау міне кәдімгі өзіңіздің қоятын қолыңыз электронды түрде қойып, копировать етіп, 1-90-нан ставить ете бересіз. Қалған бәрін осылай жасайсыз. Болды, енді осыны мысалы заучыңызға Excel форматында, енді осы жұмысыңызды, міне қолымызды қойдық, енді осы жұмысыңызды өзіңізге бір дана етіп қағаз бетіне шығарып алсаңыз да болады. Электронды нұсқасын заучыңызға жібересіз. Болды, БЖБ, ТЖБ-ны талдау осы біздің күнделік кезетіміздің арқасында қазір өте оңай болды. Әріптестігіңізбен бөлісіңіз. Енді менің бүгінгі берген ақпаратымды мүмкін біреу білер, мүмкін біреу білмес. Біліп жатқан адамның өзі кейде ұмытып та қалармыз. Мысалы, мен осыны өзім пайдалану үшін осы видеоны түсіріп қойдым. Және мен сияқты да әріптестеріміз бар шығар. Бүгінгі менің ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналымның аты пайдалы мұғалімге көмек Ардақ Әлібековна. Және менің каналымда келесі менің видеомда бұдан да жақсы ақпараттармен бөліседі деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Ардақ Әлібековна.